Ашуы және көтерілуі өте тез, жұмсақ керемет булочкалардың рецептін қалай жасалу керекенін көрсететін боламын. Ал сіздер каналға жазылып қойды ұмытпаңыздар достар. Мен сіздерді каналда күтемін. Ең алдымен бір ыдысқа жып-жылы су, оның үстіне сүт, шекерді салып, жақсылап бір араластырып жібересіздер де үстіне бір дана жұмыртқаны саласыздар. Тағы да кішкене араластырып, дрожжды және де тұзды да саласыздар да араластырасыздар. Кейін осында ертілген сары май 72-5% сары майды салып, жақсылап араластырып, үстіне ұнды неше бөліктерге бөліп араластырасыздар. Bir бөлікпен салып жерге болмайды қыздар. Жұмсақ қамыр елеп 1 сағатқа қойсаңыздар, қамырларыңыз өзі-ақ әдемі болып осылай көтерілетін болады. Осы көтерілген қамырды аласыздар да өздеріңіз қалаған көз мөлшерімен жасап шығасыздар. Менде 20 дана үлкен булочкалар шықты. Сіздер майда-майда жасай берсеңіздер болады. Бірінші осылай зуалалап бір дана-дана жасап шығасыздар қыздар. Сосын 5 минутқа бетін жауып қоясыздар. 5 минуттан кейін алып қайтадан осылай кез келген өзіңіз қалаған форма немесе мен көрсеткендей формаға сала отырып булочкалар дайындай берсеңіздер болады. Достар, менің арнамдағы осы видеоны ұнаған болса лайк қойыңыздар және де каналға өтіп, каналдағы жаңа керемет бұрынғы рецептерді көріңіздер. Және де оңай тез дайындалатын үй жағдайындағы қолжетімді заттардан рецептер шығатын болады. Соларды жіберіп алмас үшін каналға подписаться қызыл кнопкасын басып жазылып қойды ұмытпаңыздар достар. Міне мен осылай түйдім. Сіздер кез келген булочка түйу түрлерімен көрсеңіздер болады, немесе жақын арада булочка түйудің неше түрлерін шығаратын боламын. Дәл осылай бетін жауып 5 минутқа тындырасыздар да кейін бетін ашып жұмыртқамен сүтті араластырып бетіне жағасыздар. Осыны 180 градуста пісіріп алсаңыздар, керемет әдемі булочкалар дайын. Дәмі өте ерекше нәзік шығады достар. Мына жерде менде өте қатты ыстық болып тұр, сондықтан да кішкене ұстай алмай тұрмын. Бірақ достар, суығаннан кейін өте дәмді, балаларыңыз сүйсініп жейтіні сөзсіз. Дәл осы формамен жасасаңыздар да дастарханға ұялмай қоя беретін боласыздар. Достар, менің каналыма жазылып қойды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді міндетті түрде каналға күтетін боламын. Және де төменге лайк қойыңыздар, немесе өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Мен сіздерді міндетті түрде каналда күтемін.